Сәлем достар. Қалдарың қалай? Бұ достар, бүгін біз Қазақстандағы топ 7 мықты аниматорлар мен 5 кринж аниматорлар жайлы сөз қозғаймыз, ал ендеше диванға жайғасып отырыңдар. Біз бастаймыз. Достар, айтпақшы, мен стилімді сәл өзгерттім. Қай стилім жақсы екенін комментарийге жазыңдар. Ұтақ алдымен топ 5 маған ұнамайтын аниматорлардан бастайық. Содан кейін топ 7 маған ұнайтындардан бастаймыз. 5-ші орын Нұрзаман анимейшн. Өздеріңге біліп тұрған шығарсыңдар. Оны даже анимация жасай алмайды десек те болады. Жай ғана суреттерді қозғалту арқылы анимация сияқты болады. Бірақ менің ойымша контент қызық деп ойлаймын, сосын сурет деңгейі кринж емес. Сондықтан всего лишь 5-ші орында. Достармен ойлана келе, 4-ші орынға Диас анимейшнді қоямын деп шештім. Өйткені оның анимациясы өте нашар деңгейде болғанын. Осы қазір видео түсірмейді, бірақ қазір ол біраз тәжірибе жинаған, сондықтан да 4-ші орында. Викс анимейшн достармен Феликсті ойлана келе ортаңғы орынға қойдым. Ол анимация онша жасай алмайды, бірақ тиктокта видеолары жақсы жинайды. Онымен қоса оның новишік екенін ескере отырып 3-ші орынға қойдым. Және ең онша еместері, осы екеуі білем, олар ренжуі мүмкін. Себебі анимациялары түсінікті, еші видеоларды аз салады. Сондықтан кешіріңдер, бұралар. Наконец-то енді ең мықты аниматорларды талқылаймыз, бұны барлығы күтті деп ойлаймын. Ал ендеше го. Достар, топ 7 аниматорлардың 7-ші орны әрине ол Жансая. Оның 7-ші орнынға достойны екенін қазір түсіндірем. Біріншіден, ол суреттерді күшті салады. Егер Жансай сондай суреттерінен бірнеше кадр жасаса, ода шынымен де шедевр анимация шығады. Екіншіден, оның соңғы видеосындағы комментарийді қараңдар, оның видеосын күтіп жүргендер толып жатыр. Сондықтан да Жансай 7-ші орынға достойна. Достар, ескертейін, мен аниматорларды өз менемен баға беріп жатырмын. Так что сендер де өз ойларыңды комментарийге жазыңдар. Енді 6-шы орынға мен Аюды қойдым. Неге астыңғы орында деп ойлайсыңдар? Өйткені ол анимация саласын тастап кетті. Қазір ол аниматор емес, комик жасап кетті. Сондықтан оны көп еске ала берудің қажеті жоқ. 5-ші орын. 5-ші орынға сендер келіспеулерің мүмкін, бірақ мен Нұрлан Қаламды қойдым. Білемін, оның видеолары көп қаралым жинайды, және көп подписчигі бар. Бірақ ол да тоже анимацияны тастап кетті. Келесі кезекте Мистер Аслан, ол 4-ші орынға жайғасты. Ол анимацияны негізі қызықты қылып жасайды. Еше видеоларда жақсы қаралым жинайды, қысқасы болашағы бар. Енді топ 3-тікке келдік. 3-ші орынды көбісі танымауы мүмкін. Себебі ол популярны емес. 3-ші орынға мен Нұркенді қойдым. Себебі суреті де анимациясы да бәрінен асып түседі. Бірақ өкінішке орай оны көбі біле бермейді. Енді 2-ші орынға мен Қайсарды қоямын деп шештім. Әрине, Қайсар менің сүйікті аниматорым. Жақсы анимация жасайды, бірақ қазіргі жағдайда ол пассивный. Енді 1-ші орынға ойланбастан Олжас деуге болады, бір сөзбен ол аниматорлардың лидері. Достар, видеоны әрең біттім ау. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазамыз давай.